student. How are you today? Yesterday was our last lesson about music. Today we were asked a summative assessment for the unit creativity. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгінгі бізде бөлім бойынша жиынтық бағалау, БЖБ дейміз, иә. Сонда мен осындай алдым. Creativity бөліміне байланысты дайын тұрған БЖБ. Осы БЖБ-ны қарап көріңдер. Егер сендерге осы сәйкес келетін болса, мен бұны жасап қойдым. The selfish giant. Өзімшіл алып адам. Giant дегеніміз гигант деген сөз, великан деген сөз. Тексті оқып аударып берейін. Бос орынға мына жоғарыдағы сөздерді қоямыз. Spring, көктем, a wall, қабырға, autumn, күз, winter, қыс, a lovely garden, әдемі бақша, a hole, тесік. Осы сөздерді қоямыз. Бірінші мен тексті оқып, сөздерін орнына қойып аударып берейін. The giant has got a lovely garden. Алып адамның өте әдемі бақшасы болды. The children want to play in the garden, but the giant is selfish. It's my garden, he says. I don't want the children here. He builds a wall around the garden. Балалар осы бақшада ойнағылары келеді, себебі ол өте әдемі. Бірақ та өзімшіл алып адам, бұл менің бақшам деп айтады балаларға. Мен сендердің бұнда ойнағандарыңды қаламаймын деді. Ол сол себептен қоршау орнатып қояды бақшасына. Сонда бұл жерге қойғанымыз a lovely garden, екіншісі a wall. In spring there are no flowers or birds in the giant's garden. Көктем мезгілі келді. Бұл алып адамның бақшасында ешқандай да гүлдер де жоқ, құстар да жоқ екен. It is winter all year. The giant isn't happy. Бір жыл бойы дейді. Жыл бойы бұнда қыс болыпты бақшасында. Алып адам өте бақытсыз болды, көңілсіз болды. Сонда бұл жерге winter деген сөзді қойдық, Then one day the children find a hole in the wall. Бір күні балалар қоршаудан бір кішкентай тесік тауып алады. Кішкентай емес, бір тесік тауып алады. They go in and play. Олар ол тесіктің ішіне кіріп, ойнай бастайды. The giant hears children in his garden. There are no birds and flowers too. Алып адам балаларды даусын бақшадан естіп қояды. Онда ешқандай да құстар да болмайды, құстар да жоқ еді, және гүлдер де жоқ еді. Сонда мұны төртінші қоямыз, a hole, тесік. The giant is happy because it is spring again. Алып адам өте бақытты болды, себебі онда қайтадан көктем оралды. This is your garden now, children, he says. Бұл енді сендердің бақтарың деп айтты алып адам балаларға. The children are happy and the giant is not selfish. Енді алып адам өте бақытты, және де ол өзімшіл болмады. Бұның жауабы міне. A lovely garden, a wall, winter, a hole, a spring. The next task is speaking. Look at the pictures below. Choose one and answer the following question. What do you know about cartoons below? Speak about one of the cartoons. Суреттерге қара. Біреуін таңда. Осы суреттердің мультфильмдері бұлар. Осы мультфильмдердің біреуін таңда. Және де ол не туралы бұл мультфильмдер? Сол жайлы жазасын, айтасын. Speak about one of the cartoons дейді. Осы мультфильмдердің біреуі жайлы айт дейді. The following questions will help you to organize the speech. Сендердің айтылымдарына осы сұрақтар көмектеседі. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы
сен өзінің сүйікті мультфильмді айта аласың дейді. Why do you like this cartoon? Саған неге осы мультфильм ұнайды? Who are the main heroes? Басты рөлді сомдайтындар кімдер дейді. What is this cartoon about? Бұл мультфильм не туралы? Which part do you like most and why? Саған бұл мультфильмде қай бөлім ұнайды және неге ұнайды дейді. Мен бұнда Король Лев деген мультфильм бар, King Lion. Осы туралы жаздым. I like the cartoon King Lion. Маған Король Лев деген мультфильм ұнайды. Because I like wild animals, especially lions. Себебі маған жабайы жануарлар ұнайды, оның ішінде арыстандар ұнайды. Lions are kings of wild animals in the all around of the world. Арыстандар бүкіл әлемнің жабайы жануарларының ішіндегі патшасы. Simba is the main hero and there are other heroes like Nala, Mufasa, Shram, Kiara, Timon and Pumbaa. Симба бұл басты кейіпкер бұл мультфильмнің. Онда басқа да кейіпкерлер бар. Нала деген ол мамасы, Муфаса деген әкесі, Шрам деген жауы, Киара деген Симбаның болашақта өмірге келетін кішкентай қызы, Тимон мен Пумба оның достары. Timon and Pumbaa are friends of Simba from childhood. Timon мен Пумба бала кездегі Симбаның достары. Cartoon is about good lions and bad lions families. Бұл мультфильм жақсы арыстандармен және де жаман арыстандардың отбасы жайлы. They battle for the land. Олар жер үшін күреседі. I like when Donna's father was died. Донна емес, мына жерде құрметті оқушы, Симба деген болу керек. Мына жерде Донна деп жазылып кетіпті. Симбаның әкесі өмірден өтетін бөлігі маған қатты ұнайды. That moment is very exciting. Өте әсерлі. I think who watches this part, everybody will cry. Менің ойымша, осы бөлікті көрген адам міндетті түрде жылайды деп ойлаймын. Осымен біздің бөлім бойынша жиынтық бағалау аяқталды. Бұнда мен білуімше 5-10 балл қойылады. Енді ары қарай ұстаздардың айтқан басқа да қосымша қосып жатса, өздерін жасайсыңдар ары қарай. Ал менің бұжыбым осы. Қош сау болыңдар, бөлісіп қойыңдар, лайк қойып, тіркеліп кетіңдер. Сау болыңдар.